Прибалтика тәсілі деген. Кеңеш? Прибалтика тәсілі деген сөзді мен өзім қолданып жүрмін. Енді ол нақты бір әлеуметтік тану немесе саяси танудың терминологиясы емес. Бұны мен өзім шығарып алған нәрсем. Шындығында Прибалтика елдері кеңес үкіметінен ыдырап шыққан елдердің ішіндегі өздерінің мемлекеттілерін жүзеге асырудың жаңа жолын тапты. Ол жаңа жолда былай ақ. Халық бір адамдай, бірмен бір келіспей-ақ, орыс тілінің қызметін аясын азайтып, мемлекеттік тілдің қоғамдық өмірдің барлық саласында қолданатындай деңгейге жеткізді. Қалай жеткізді? Олар айқай шығарған жоқ, үйткен жоқ, бүйткен жоқ. Әр уақыттарда өздерінің тілін қолданды, пайдаланды, сөйледі, сол тілде. Мысалы, дүкенге бір адам келіп, орыс тілінде ме, ағылшын тілінде ме, қазақ тілінде ме сөйлесе, оған ұрыспайды. Шаңырағыңа қара, бұл Эстония, бұл Латвия деп айқайламайды. Үн-түнсіз тыңдап алады да, не өздерінің тілдерінде жауап береді, не жауап бермейді. Осы үлкен айқайлар басталды осылай. Шындығында енді орыс тілді азаматтар, әсіресе ұйымдар, бұл орыс тілін кемсіту, шектелу, тілдік дискриминация деген сияқты сөздер болды. Ол жаққа жаңағы арыздар жазды, ОБСЕ-ге, жаңағы Европаның комиссиясына, Гаагадағы адам құқығын қорғау комиссияларына. Маған құдайға шүкір сәті түсті, мені жіберді Гааганың конференциясы, адам құқығын қорғау, сол тексеруге Эстонияға. Біз 3-4 адам бардық, тексердік соны өз көзімізбен. Сонда эстондықтар шақырып алып айтамыз, неге сендер осылай бізге арыз түсіп жатыр, сендер адам құқығын бұзып жатсыңдар ма? Сөйтеді, жоқ дейді, қалай адам құқығын бұзамыз? Бізге бір адамға өзінің тілінде сөйлейді дейді. Ал сөйлеу тілі бұл адам құқығына жатады. Таңдау, қай тілде сөйлеуді таңдау бұл адам құқығына жатады. Сондықтан біз үндемейміз дейді, оның құқығын сыйлаймыз. Жаңа келіп орысша сөйлеген адамдар. Бірақ біз өзіміздің тілімізде жауап берсін, ол да біздің құқығымыз сыйласын. Қай тілде сөйлеу құқығымызды. Болды. Бұл жерде адам құқығын бұзуды таба алмадық. Біз де таба алмадық, олар да айтып отыр. Сосын енді жаңағы бізге арыз берген орыс тілді ұйым шақырамыз. Сендер неге арыз бердіңдер? Бұл жерде адам құқығын қалайша бұзылды деп отырсыздар. Сол уақытта айтады да, біз келеміз орыс тілінде сөйлейміз дейді. Мен айтамын, дұрыс, бұл сенің құқығың. Ал ана мен эстон тілінде жауап береді. Мен айтамын, иә дұрыс, ол оның құқығы. Сөйтеді, жоқ, ол орыс тілін біледі ғой дейді. Мен айтамын, кешіріңіз, ол орыс тілін, ағылшын тілін, араб тілін білетін шығар. Бірақ қай тілді сөйлеуді таңдау құқығы ол адам құқығына жатады. Ол өзі эстон тілінде сөйлеуді таңдап алды. Сен оған неғып ренжисің? Енді екінші сөзі мүлдем енді ыңғайсыз сөз. Сондағы жаңағы екінші айтады, мен эстон тілін білмеймін ғой дейді. Мен айтамын, кешіріңіз, ол сіздің проблемаңыз. Егер сіз білмейтін болсаңыз. Бұл жерде сіз онда үйренуге тура келеді ғой енді. Егер сол жан-жағындағы бүкіл өмір, күйбең тіршіліктің бәрі, егер эстон тілде саған жауап беріп, сол тілде сөйлесе, сен осында өмір сүремін десең, біліп алуға тиіссің. Бұл сіздің құқығыңыз. Бұл жерде адам құқығын бұзылуды мен көрген жоқпын. Және ең қызығы, эстонның бір ақылды жігіті маған былай деп айтты. Біз дейді, осы арқылы дейді, енді осы тәсіл арқылы орыстарға көмек жасап отырмыз дейді, орыс тілді азаматтарға көмек жасап отырмыз дейді. Қалайша? Бізді осылай деп барлық жерге айтқан уақытта, сонда эстон тілінің атмосферасы орнайды дейді Эстонияда. Сол уақытта орыс тілділер, біз орысын үйренуге тиіс екенбіз ғой деп ойланады. Соны сөйлеуге тырысады, оқуға тырысады дейді. Біз осы арқылы дейді, орыс тілін қысып жатқан жоқпыз. Орыс тілді азаматтарды эстон тілін үйренуге мәжбүрлеудің жұмсақ жолын әкеліп қоямыз. Әйтпесе олар осылай жүреді де, ертең бұлар не депутат бола алмайды. Керексеңіздер азаматтық ала алмай жүр Латвияда. Себебі ол жерде латыш тілін білмесең болады, заң бар. Латыш тілін білмесең азаматтық ала алмайсың. Көптеген әлі орыс тілдер Латвияда азаматтық ала алмай отыр. Енді азаматтық алмаған дейді, сол жерде жұмыс істейді, балдарын оқытады, бірақ сайлауға қатыса алмайды, сайлана алмайды. Не сайлауға қатысып дауыс бере алмайды. Қысқасы, олар айтады, біз осы арқылы оларды не дейміз? Осындай эстон тілінің ортасына түсіріп отырмыз. Сол арқылы үйрену болады да, балдары ертең президент бола ма, басқа бола ма? Біздің көмегіміз дейді бұл. Біз